Инна робби ласамиу дуа. Расымен де Раббым дұғаны өте естуші ғой дейді. Дәл сол сөздер Закарияның санасында жұмыс істеп жатыр. Ол да айтады: Робби хабли мин ладунка зурриятан тойиба. Раббым маған өз қасыңнан салиқалы таза ұрпақ берші. Иннака самиу дуа. Расымен де сен дұғаны естушісің ғой деп. Міне сол жеріне қараңыздар енді. Сол бір кез Закария өзінің Раббысына құпия түрде тілеп жатқан еді дейді. Сонда тәпсір кітаптарында ғұламалар айтады: құпия дегенде Раббым, Раббым, Раббым. Қараңыз қалай шығады байланысқа. Кішірейген дауыс, құпия, жалғыз өзі Раббысымен. Раббым, Раббым, Раббым. Бекер келмеген бұл тәпсір кітаптарында. Сол кезде: ау құлым, тыңдап тұрмын деп айтады дейді Алла Тағала. Ау құлым, Раббым, ау құлым. Міне Алланың рахымы деген не? Көрдіңіз ғой. Сондықтан біз дұғаға дейін ештеңке бүлдірмеуге тырысып жүрсек, дұғаға дейін тыныш жүрсек, мына жердің бетінде туысқандарыңмен, тіліңде бұл сөзді айтуға дейін мына жақта тілің біраз нәрсені бүлдірмеген болу керек. Өйткені Алла Тағала тазаны ғана қабылдайды. Нидаән хуфия деген көрдіңіз ба? Раббым, мұқтаж. Кешегі Фатыр сүресіндегі: Я юханнас антумул фуқарау илаллах. Ей адамдар, сендер пақырсыңдар, Аллаға мұқтажсыңдар. Валлаху хувал ғаниюл хамид. Ол тек Алла ғой, өте бай, мұқтажсыз дейді. Жаңа бәленбай жылдық стажы бар Закария. Жасамаған салиқалы амал жоқ, қаншалаған амалдар істелген, қаншалаған құлшылықтар істелген. Бірақ соның барлығы Раббым деп отырды. Раббым. Сөйтсе, құлшылығыңыз, сіздің алған біліміңіз қашан үніңізді осындай қылады, сол кезде ғана ол білім болып саналады екен. Қашан бұндай үн шықпайды дұрыс. Көрдіңіз ба? Онда бізде құр сахих теория болды, сахих ақпараттар. Соқтан бір жерге атаға жүректің көрсетіп отыр оның.